ішкі істер органдарында 23 жыл 6 ай 15 күн қызмет қылып, қазіргі уақытта Казету университетінде қылмыстық құқық және қылмыстық процесс сабақтарына беріп отырмын. Осы ішкі істер органдарына кірместен бұрын менің алғашқы жоғарғы білімім Орал қаласындағы Александр Сергеевич Пушкин атындағы институттың география биология пәнін бітірген болатынбыз. Осы география биология пәнін бітіргеннен кейін мен мектепте 6 жыл педагогтық қызмет атқардым. Енді қазіргі уақытта осы зейнеткерлік шыққаннан кейін өзімнің тәжірибемді, өмірлік тәжірибемді студенттерге көрсету үшін осы мақсатта Абай атамыз айтқандай өзіміздің өмірлік тәжірибемізді студенттерге беріп жатырмын. Бүгінгі тақырыбымыз сотқа дейінгі тергеп тексерудің нысандары. Сотқа дейінгі тергеп тексерудің нысандары бұл тергеулік, анықтау жұмыстары, хаттамалық негізде және жеделдеген тергеп тексеру. Бұл осы тергеулік бойынша негізгі тергеу органдары тергеуші өзінің жұмыстарын жүргізеді. Қылмыстық тергеу барысында анықтау, бұл анықтау бойынша анықтаушы өзінің қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеп тексеру бойынша өзіндік тергеу әрекеттер жасайды. Хаттамалық негізде, мұнда негізгі хаттамалық негізде қылмыстық теріс қылықтар тергеледі. Соңында хаттама жасақталып, сотқа жолданады. Сонымен қатар жеделдетілген тергеп тексеру. Бұл күдіктінің өз кінәсін мойындау, келтірілген зиянмен келісу нәтижесінде өзінің келісімі, оның құқықтық міндеттері толығымен түсіндіріледі, содан кейін ол сотқа жолданады. Бұл тергеулік бойынша негізгі жалпы тергеулік 30 тәулікте, тергеулік 2 ай көлемінде жүргізіледі. Анықтау жұмыстары бұл 1 айдың көлемінде немесе 30 тәулік. Хаттамалық нысанда негізгі 3 тәулікте аяқталады. Ал жеделдетілген тергеп тергеу бұл 15 тәулікте аяқталуға тиіс. Тергеулік бойынша тергеу жұмыстары негізден 2 ай көлемінде жүргізіледі. Бұл тергеуші бұл ауыр және аса ауыр қылмыстарды тергейді. Анықтаушылар бұлар онша ауыр емес, орташа санаттағы қылмыстарды тергейді. Анықтау органдары хаттамалық негізде қылмыстық теріс қылықтар бойынша анықтау жұмыстары жүргізеді. Жеделдетілген тергеп тексеру бойынша онша ауыр емес, орташа санаттағы және ауыр санаттағы қылмыстар тергеліп, сотқа жолданады. Бұл тергеу барысында негізгі күдіктіні анықтау, күдіктінің кінәсін дәлелдеу, осы дәлелденген құжаттардың негізінде айыптау актісімен қылмыстық іс аяқталады. Құрметті студенттер, бүгін біздер мына кафе бар бөлмесіндегі болған оқиғаны қарау. Бүгінгі сабағымыз оқиға болған орынды қарап шығу және тексеру. Оқиға болған орынды қарап шығу негізгі кафе бар бөлмесіне келген уақытта қарапайым есіктен басталады. Есіктің ашылу бағыты, есіктің қандай материалдар жасалғандығы толық сипаттайсыздар. Содан кейін кіргеннен кейін оң жақтан бастап, оң жақта жарда нелер орналасқан, содан кейін терезеден кейін кафе бардың ішінде орналасқан заттардың орналасуы. Сонымен қатар бұл бөлмеде көріп отырсыздар мүрде жатыр. Бұл мүрденің орналасуы, мүрде басымен терезеге қарай, аяғымен есікке қарай жатқандығы, содан кейін оның қолының, аяқтарының жардан қанша қашықтықта жатқандығы барлығы өлшенеді. Содан кейін ең алғашқы мүрдені біздер бейнелеп жазамыз. Мүрденің үстіне қара киім киіп жатқандығы, қолында қолғаптың барлығы, содан кейін бұның денесіндегі дене жарақаттары толығымен жазылады. Бұл оқиғаны оны қарап жүргізген уақытта мүрдені қарау бұл сот эксперттің немесе маманның қатысуымен жүру керек, дәрігер маманның. Себебі денедегі жарақаттардың барлығы көрсетіліп, нақтылап дұрыс жазылу. Содан кейін міне көріп отырсыздар, біздер мүрдені қарап шыққаннан кейін мүрденің оң жағында аяғының қасында пышақ жатыр. Бұл пышақты біздер екінші бөліктен көрсетілген. Осы пышақтың ұзындығы, оның қол сабы, оның басындағы, оның металы қандай, оның пышақтың басындағы металда қандай іздері бар, биологиялық заттар бар ма, соның барлығы көрсетіледі. Содан кейін әйнек сынығы жатыр. Бұл әйнек сынықтардың уақытталғандығы, төртінші жатырған мына жерде бізде шөлмектің бастапқы бас жағы жатыр. Бұнымен соғылуы мүмкін, сондықтан шөлмектегі іздер толығымен зерттелу керек. Осы мүрдені қарау жұмысын жалғастыру барысында осы оқиға болған қажетті дәлелдемелерді біз жинақтап толық хаттамаға көрсетуіміз керек, содан кейін алуымыз керек. Түсінікті ме? Алынған заттардың барлығы конвертке салынып,
ол белгілі бір қалыпқа салынып бекітіледі. Онда айғақтардың қолдарымен келесі айғақ заттар ретінде танылады. Құрметті студенттер, бүгін біздер оқиға болған жерді қарап тексеру хаттамасын жасақтау туралы сабағымызды өтеміз. Бұл жерде бізде асхана бөлмесінде орналасқан заттардың барлығын хаттамаға енгізу. Негізгі оқиға болған орын есіктен басталады. Есіктен қалай кірдіңіздер, есікте қандай материалдармен жасақталған, есіктің айналасындағы материалдардың бәрі толық көрсетіледі. Содан кейін оң жақтан бастап не орналасқан осы асхананың ішінде? Терезесі, отырғыштар, столдың үстінде тұрған заттардың барлығы, сонымен қатар мүрденің жату орналасуы. Бұл жерде ең бірінші сіздер осы бөлмеге кіргеннен кейін шкафтың қалай орналасқандығы, шкафта үстінде тұрған заттар, терезеден қандай заттардың орналасқандығы, содан кейін отырғышта орналасқан заттардың барлығы көрсетіліп жазылуға тиісті. Сонымен қатар отырғыштардың орталық бөліктегі ауданы барлығы көрсетіледі. Сонымен қатар содан кейін мына жерде жатқан мүрденің басының қай бағытта орналасқандығы, аяғының қай бағытта орналасқандығы, дене бөлігінің шкафтың қандай арақашықтықта жатқандағы барлығы хаттамада толық жасалып көрсетілуге тиісті. Сонымен қатар мүрдені қарап жүрген уақытта сіздер өздеріңіз білесіздер, маман қатысу керек, да? Сот медициналық эксперт маманы немесе дәрігер қатысу керек. Себебі бұл сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдетеді. Бұл негізгі дәрігер маманның қатысуы немесе судмед эксперттің қатысуы мүрдеге қарау жүргізу барысында денеге келтірілген дене жарақаттарын толық анықтауға, оны хаттамаға түсіруге өте сіздерге көмек болады. Енді мына жерде жатқан әйел адамның мүрдесі бұл шалқасынан жатыр. Осы қолдарының орналасуы, аяқтарының орналасуы, денесінде үстіндегі киімдерінің қандай екендігі, денесінде қандай жарақаттардың барлығы түгел хаттамада көрсетілуге тиісті. Бұл сіздерге болашақта дәлелдеуге қажетті материал болып есептеледі. Дәлелдеу кезінде ол мүрденің қалай орналасу реті, бұның барлығы оқиғаның қалай болуы, соның барлығын ертең хаттамада айыптау актісі жасақталған уақытта, күдікті ұсталғаннан кейін айыптау актісі жасаған уақытта сіздердің осы оқиға болған орынды қарап шығу дәлелдеуіңіз бұл негізгі құжат болып есептеледі. Сондықтан оқиға болған жерді қарап шығару үшін нақты, тиянақты, дұрыс сапалы қарау жүргізу қажет. Мен мәдениет екеуін бағаланады осы Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінің құқықтану мамандығының 3-ші курс студентімін. Ертай Амангелдіұлы бізге қылмыстық іс жүргізу кодексінде сабақ береді. Яғни бізге полковниктердің сабақ беруі мамандықтарымызға жетілдіруіне және дамуына үлкен үлесі мол. Еңбек демалысына жіберілгенмен қатар өзінің өткен оқиғалары мен практикаларын студентке білім беруі бізге үлкен үлесі мол. Яғни осындай мұғалімдердің бізге сабақ беруі еліміздің дамуына септігін тигізеді деп ойлаймын. Ертай Амангелдиевич бізге құқықтық салада сабақ береді. Көп жылдар бойы ішкі істер органында жұмыс жасаған. 25 жылдық еңбек стажы бар. Бізге осындай ірі тұлғалардың сабақ бергені, дәріс айтқаны өте тиімді. Біздер олардан көп нәрсе үйренеміз, білеміз. Осындай тұлғалармен кездесіп сабақ алып жүргенімізге өте мақтанамыз.